Амансыздар ма, құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып, тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Шаңырақтарыңыз берекелі болсын. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рахатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Сатыға аяқ салмай жатып, баспалтақтан аттама. Айтпады ма сұрама, шақырмады ма барма, кеш шақырды ма бас тарт. Өйткені сен ол адамның жоспарында болған емессің, қадіріңді біл. Сағыныш пен сабырлық кейбір сәттер сағындырған, сағындырып сабырға бағындырған. Тұрады бұл өмір кей кездері ұзақтан қарап тұрған сағымдардан. Жанымда жүрші, ала сармайтын армандай асқар тауым боп, шілдедегі әппақ жауым боп, сенімен жүрсем мынау жалғанда, мен көтермейтін ауыр жоқ, бет қаратпайтын дауыл жоқ. Ауыр сөйлеп, зәбір берме ешкімге, барлығы да қонақ екен 5 күнге. Көңіліңді ауыртып кеткен жандарға сақтамағын ешқашанда кек мүлде. Әке мен бала, балаға әкенің көмегі керек. Кәмелетке дейін жеткенге әкеге, баланың көмегі керек, белінен қуат кеткенде. Ақ көңіл адал дос қайдасың, ескертіп қоятын айласың. Жалықтым жасанды жандардан, ойлайтын басының пайдасын. Өмір сапар сияқты, көлде кездеседі, жүзе біл, шөлде кездеседі, төзе біл, тауда кездеседі, шыға біл, жауда кездеседі, жыға біл. Жақсы адам жанашыр, қатеңді көрсе жасырады. Жаман адам басқаға, қатеңді айтуға асығады. Жақсы күн жақсы өмірге себеп болар, жақсы сөз жан дүниеңе керек болар. Жаныңызда жақсы адамдар жүрсе егер, жақсының сөзі жанға медет болар.